Сәлем баршаға, сіздермен бүгін апельсин шырын жасаймыз. Дәмі өте керемет, натуральный сок болып шығады. Ең алдымен апельсиндерімізді, мандарин, лимонды турап, блендермен езіп аламыз. Үстінен суымызды құйып, жақсылап араластырып, 1 сағатқа тындырып қоямыз. Тындырылған согымызды ситаға құйып, қасықтың көмегімен араластырып өткіземіз. Ситадан өткізіп болған соң, теңдей 2 бөлікке бөліп, үстінен тағы да су құямыз. Дайын болған согымызды дәміне қарай шекерімізді салып, араластырып, согымыздың үстіне апельсин, лимон және де мята салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған согымызды 1-2 сағатқа холодильникке салып, немесе үстіне мұз салып, жақсылап араластырып, іше берсеңіздер болады.